балаларымызды қолдап, балаларымыз үйренсін, киноға түсіп өссін деп осылай мүмкіндік сыйлап қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Осы мінекей балаларыңызға салып жатқан жаңағы уақыттарыңыз, вниманиелеріңіз өз-өзін ақтап, Құдай қаласа балаларыңыз өздеріңізді болашақта үміттеріңізді ақтайтын үлкен азамат, азаматша бола берсін. Көп-көп рахмет ата-аналар сіздерге. Мен ортаға Біржан ағайды шақырайын. Осы Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің басшысы, біздің Қаратау Фильмс киностудиясы Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің жанынан ашылған қаламыздағы ең алтынғы қатардағы өнер мектептерінің бірі. Біржан ағайдың басшылық қолдауымен, ата-аналардың қолдауымен мінекей кішкентай ғана біздің жұмысымызды бүгін көріп отырсыздар. Сондықтан да Біржан ағай өзіңізден бір құттықтау сөз болса. Рахмет. Қуанып тұрмын біздің балалардың еңбегіне, ата-аналардың еңбегіне. Бұл жасап жатқан дүниелер бәлкім кішкентай дүние шығар, бәлкім біреулер үшін елеусіз дүние шығар, бірақ бұл сіз бен біз үшін үлкен дүние. Өйткені бұл жерде сіздердің және біздің уақытымыз бен еңбегіміз бар. Жаңа айтты ғой, арамды қалға баспайды, өмірді ластайды деп. Сондықтан бұл біздің адал еңбегіміз. Адал еңбектің қай кезде де нан тәтті, балаларға салып жатқан бұл уақыт, бұл қаржы сіздердің болашаққа құйып жатқан инвестицияларыңыз. Сондықтан бұл текке кеткен уақыт емес, бұл текке кеткен қаражат емес, және бұл босқа кеткен кездер емес. Бұл болашақтың шынында да қаланып жатқан баспалдағы. Қаламыздағы Қаратау мектебінің жанынан Қаратау Фильмс деп осы Ғабит бауырымыздың жетекшілігімен киностудия аштық, балалар киностудиясын. Енді қаламызда біршама балалар киностудиясы бар, әрқайсының өзіндік орны, еңбегі бар, бірақ біздің мақсатымыз осындай көпшілікке пайдалы, балаларға мотивация беретін, адал еңбекке баулитын, жаңағы өнерге баулитын, жақсылыққа шақыратын, бір жақсылыққа үндейтін фильмдерді, балалар кинотуындыларын дүниеге әкелу. Сондықтан сол мақсатта міне құрылғанымызға 4 айдың ішінде 2 кино ұсынып отырмыз. Бұл енді аз жетістік емес деп ойлаймын. Құтты болсын баршаңызға. Барлығы біз бүкіл қаладан немесе республикадан кастинг жасаған жоқпыз. Біздің өзіміздің Ғабит ағайдың 40-50-ге жуық шәкірті бар. Қаратау мектебіндегі жаңағы актерлік шеберлік сыныбында. Жаңағы қызымызды жібермей жатқан ата-анасы сол сыныпта. Сол балалардың арасында кастинг жасап, міне көзге түскен, ілінген, ата-аналары қолдаған балалар осы біздің туындымызды ойнап шықты. Былай қарағанда Қаратау мектебінің сіз бен біздің төл өніміміз өзіміз шығарған. Бұл да біздің көңілімізді марқайтатын үлкен қуаныш. Сондықтан болашақта Құдай қаласа әлі талай кинолар түсіреміз, қаражат та табылады деп ойлаймын. Сіздердің жаңа